Мен де мұғалім болсам ғой. Иә, мен бала кезден армандаған мамандығым бойынша жұмыс атқарудамын. Адам бір күнін ойласа дән себеді, бар ғұмырын ойласа ағаш отырғызады, ал ғасырлық болашағын ойласа ұрпақ тәрбиелейді. Ұстаз болу жүректің батырлығы деп айтқандай, ұстаздың жолы дара жол, дана жол. Нағыз ұстаз өзінің жан-жақтылығымен танылады. Нағыз ұстаз шығармашыл ұстаз. Мен ұстазбын. Мақсатым салауатты ұрпақ тәрбиелеп, елімізді көркейтетін тұлғаны қалыптастыру. Жаңашыл ұстаз болу өзінің шығармашылық жағынан жетілдіре білетін, білікті, білімді, ең бастысы өз мамандығын сүйетін адам деп білемін. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жасыл Қазақстан ұлттық жобасын енгізген. Осы жоба аясында мектебімізде тың жаңалықтар ашу мақсатында оқушыларымызбен бірлесе отырып, түрлі бағыттар бойынша жұмыстар жүзеге асырылуда. Жасыл мектеп жобасы 7 бағытты қамтиды. Биоалуан түрлілік бағыты негізінде арнайы аквапоника құрылғысында өсімдіктерді гидропоника әдісімен ас-көк, салат жапырағы және бөлме өсімдіктерін өсірудеміз. Сонымен қатар, мектеп жанындағы жылыжайда топырақсыз ағаш үгіндісі, минералды мақта субстраттарында көкөністер, яғни болгар бұрышы, қияр, қызанақ, баялды және құлпынай жидегін өсіруде тәжірибе жасадық. Соның негізінде өзімнің авторлық бағдарламамды жазып, үздік авторлық бағдарлама 2022 байқауының қалалық кезеңінен бірінші орынды иелендім. Және жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар байқауының облыстық кезеңінен оқушым Абдрахман Лаура екінші орынды иеленді. Қорқыт Ата университетінің профессоры Рахат Хамитұлымен бірлесе жұмыс жасап, университеттің жылыжайымен танысып, тәжірибе алмасудамыз. Университеттің ұйымдастырылуымен өткізілген жас зерттеуші облыстық ғылыми жобалар байқауынан оқушым Абдрахман Лаура бірінші орынды иеленді. Және денсаулыққа зиянсыз эпоксидті шайырдан арнайы тәсілдермен өсімдіктер мен жәндіктерді кептіріп, көрнекіліктер жасадық. Соның негізінде жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар байқауының облыстық кезеңінен оқушым Сұлтанбеков Нұрмұхамед екінші орынды иеленді. Суды үнемдеу бағыты негізінде жылыжайда тамшылатып суару әдісі қолдану бойынша халықаралық конференцияда мақаламды қорғадым. Қалдықтарға сараптама жасау бағыты негізінде 1-4 сыныптар арасында Эко-Кашпо акциясын ұйымдастырдым. Экологиялық ақпараттық жұмыс бағыты негізінде жасыл мектептің барлық жұмыстарын қамтитын ақпараттық портал әзірледім. Бұл порталда жасыл мектеп жобасының жоспары, мақсаты, міндеті және 7 бағыты бойынша барлық ақпарат жүктелген. Дұрыс тамақтану бағыты негізінде құрамында дәрумендері мол қазіргі кездегі тренд өнім микро жасылдарды өсіріп, түрлі смузи, коктейль, салат және маска жасадық. Соның негізінде оқушым Абдрахман Лаура жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық жобалар байқауының облыстық кезеңінен 3-ші орынды иеленді. Осы жасалып жатырған жұмыстар негізінде табиғатта аяла жас өлкетанушылар, экологтар және табиғат зерттеушілерінің республикалық форумының эко-болашақ номинациясы бойынша оқушым Салматова Ботагөз қалалық және облыстық кезеңдерінен 1-ші орынды иеленді. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың қалалық кезеңінен оқушым Ардаққызы Айдана 3-ші орынды иеленді. Болат Өтемұратов қорының бастауымен Жас лидер академиясы бағдарламасы бойынша сабақ жүргізудемін. Болашақта жас ұрпағымыздың бәсекеге қабілетті, өзіне сенімді, дарынын жоғары деңгейде көрсете білетін көшбасшы тобын қалыптастыру. Ұстаздық жол менің өмірімнің мәні. Әр таңдағы әрбір игілікті еңбек қадамым. Ұстаздық шығармашылық ізденістерім, шәкірттермен бірлесе атқарған жемісті істерім мені алдағы уақытта мақсатты істерге жетелейді.